Айнаға топырақ айтады дейді, мына кәдімгі жер бар ғой енді жер. Мен саған қызығам деп айтады дейді. Өйткені адамдар саған қарағанда өзін көреді дейді. Маған қарағанда тек қана менен басқа ештеңені көрмейді дейді. Сөйтсе айна айтады дейді оған. Мен ғой адамдарға қазіргі кезін көрсетем дейді. Қарағанда әйтеуір адамды көрсетеді. Бірақ сен адамдардың болашағын көрсетесің ғой дейді. Саған қарағанда адамдар болашағын көреді, өйткені бәріміз топыраққа айналамыз дейді. Десе топырақ ойлайды. Айна бұны менің көңілімді бір нету үшін айтып жатқан шығар деп қанағаттанбай тағы да айтады ғой. Саған қараған адам маған қарамайды ғой дейді да. Сол кезде айна айтады дейді, қарайды дейді. Маған қарауға беті қалмаған кезде саған қарайды дейді. Рас қой, адам айнаға қарағанда қарайтын бет қалмағанда жерге қарайды, адам қайда қарайды басқа деп тұрып айтады. Әркім өзін жақсы біледі. Таңертең тұрғанда айнадан кімді көреді ол? Адамдар ол жөнінде жақсы пікірдегі адам болса, мынау бір діндар жақсы адам дейді, бірақ ол айнадан өзін біледі ғой ол.